Аллах тағала жаралы жүректерді жақсы көреді деген бір қызық сөз естіп қалдым. Түркшеде Аллах кальплері сәвәр дейді. Түрк ұстаздан естідім да, яғни Алла тағала жараланған және жараланған бола тұра сол жарасымен Аллахтың алдына келген, шарасыз халде келген жүректерді өте қатты жақсы көреді. Неге қатты жақсы көреді? Өйткені ол жараланды, мұңайды, оны біреу ренжітті, бірақ ол сол реніш халімен ол адамдарға барған жоқ. Жүрегінің иесі Аллахқа барды. Я Раббым, менің халім осындай, мен осындай халге түсіп қалдым, сезімдерім осындай болып тұр, ары қарай не істейтінімді білмеймін деген сияқты ең шарасыз, әлсіз халде Раббысының алдына барады. Ең әлсіз адам біздің алдымызға келген кезде біз не істейміз? Біз максимум көмектескіміз келеді, қолымыздан келген білімнің барлығын жасаймыз. Ал сондай бір шарасыз, әлсіз халде келген құлының дұғасын Аллах тағала міндетті түрде қабыл етеді және оның былайша айтқан кезде крышасы өзі болады.